Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, қадірлі жас түлектер. Міне, бүгін қызығы мен қиыншылығы мол, әр оқу жылы қайталанбас тарихқа толы мектептің мерекесі. Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшіп, асыға күткен жазғы демалысқа шығарып салатын 2024-2025 оқу жылын қорытындылау салтанаты. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттанған ұл қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, Алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Бұл күн мектеп тарихында мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпесі анық. Ұрпағың мақтануға болса лайық, біз бүгін мақтанайық, жар салайық. Биылғы 2025 жыл түлектерін құрметпенен бірге қол соғып қарсы алайық. 11-ші А сыныбы сынып жетекшісі Набиева Ағерке ұстаздық жолда шығармашылығын шыңдап, білім мен тәрбие беруге аянбай қызмет етіп, шәкірттеріне өзінің бойындағы асыл қасиеттерін сыйлап, жан жылуын аямай жүріп жатқан аяулы ұстаз. 11-ші Ә сыныбы сынып жетекшісі Кенжебаев Бәкен Артықбайұлы бүгінде білікті ұстаз. Өзі сабақ беретін география пәнін терең меңгерген, теориялық білімін күнделікті әрбір сабағында іске асырып, тәрбие мен білімді қатар ұштастырып отырған, шәкірттерін жоғарғы биіктерден көрсетіп жүрген ақылшы ұстаз. Еліміздің тірегі білімді ұрпақ екені анық. Мектебімізді 2024-2025 оқу жылында аяқтап, үлкен өмірге қадам басқалы отырған түлектеріміздің талабы тауда екенін зор мақтанышпен айталамыз. Биылғы жылы жалпы 42 жас түлек аяқтағалы отыр. Олардың ішінде Алтын ұя мектебіміздің абыройын асқақтатқан, үздік көрсеткішпен дараланған шәкірттеріміз де бар. Мектебіміздің мақтаныштары аудандық, облыстық жарыстардың жүлдегері, оқу озаттары, алтын белгіге үміткер Абу Анелия және Агадиева Кәусар. Сонымен қатар ерекше атап айтуға болатын, республикалық деңгейде ерекшеленіп, математикалық олимпиада бірінші орын иеленген Нұрғалиев Нұрсұлтан. Артта қалып балғын шағы ертегі, дәл бүгіннен басталады ертеңі. Алып шығар ашық терең теңізге, арман атты ақ кеменің желкені. Бойға жиған салт дәстүр мен мұраны, ел мүддесі болсын асқақ ұраны. Мәртебесін көтеретін биікке, жас түлектер, тәуелсіз ел қыраны. Мектеп, түзел, тек тұр. Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимні. оқу жылының басталуына арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Мерейі төгілген алыспенен жақынға, тәуелсіз ел белгісі парасатта ақылда деп ақын
жырлағандай, ұжымды парасатымен басқарып, ақылымен жетелеу үлкен жауапкершілік екені белгілі. Алғашқы құттықтау сөз мектеп директоры Даулетов Ернар Қайратұлына беріледі. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Бүгінгі соңғы қоңырау салтанаты құтты болсын. Осыдан 11 жыл бұрын міне бүлдіршін болып келген түлектеріміз бүгін жаңа бастама, өмірге деген жаңа баспалдаққа басқалы тұр. Алдағы уақытта мына ұлттық бірыңғай тест, Алланың қолдауымен осы тесттен жоғарғы нәтижелі, жоғарғы бал алып, мектебіміздің абыройын көтеріп, жақсы жетістікке жеткізбіз. Мына болашақта Қазақстанымызды керемет бір жан-жаққа танытатын маман болуларыңызға тілектеспіз. Сәттілік тілейміз. Әрқашанда елімізге қызмет ететін азамат болыңыздар. Құрметті ата-аналар, мына осы уақытқа дейін тәрбиелеп, білім мектеппен тығыз байланыста болып, білім беруге ықпал жасап, енді міне бүгінгі уақытта осы еңбектеріңіздің жемісін көріп отырсыздар. Міне керемет сондай көрікті, білімді, тәрбиелі ұрпақтарымызды үлкен өмірге қадам басқалы тұр. Ендеше бүгінгі салтанатты жиын құтты болсын. Әрқашанда осындай жылдан жылға білімді ұрпақтар шыға берсін, еңбектеріңіз жана берсін, мереке құтты болсын. Рахмет, ұстаз. Балам деп бөбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін. Рахмет, ұстаз. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамдан адал болғаның үшін. Рахмет, ұстаз. Мейірімді болғаныңыз үшін, қамқорлық танытқаныңыз үшін. Рахмет, ұстаз. Ұстаз деп айтатын адам, ұстаз деп айтатын адам, мыңда бір шүкір. Ұстаздың мықтысы болған, әлемнің жақсысы болған, мыңда бір шүкір. Шәкіртке ұстаз болғаның үшін, барыңызды салғаныңыз үшін. Рахмет, ұстаз. Ерінбей еңбектенгенің үшін, темірдей тәртіптеріңіз үшін. Рахмет, ұстаз. Кітаппен қауыштырғаның үшін, әріппен таныстырғаның үшін. Рахмет, ұстаз. Ақылшы болғаныңыз үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін. Рахмет, ұстаз. Ұстаз деп айтатын адам, ұстаз деп айтатын
Әлемдегі барша жұрт бас иеді білімге, білім қуат, білім күш болар онсыз күніңне. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Ел ертеңімен үміті, балаларымыздың бүгінгідей бейбіт күнде ұйқысы тыныш, күлкісі шат, болашағы жарқын, келешегі кемел болсын деп тілейміз. Мұң болмаса, мектебіме алғыс айтып тауыспа. Мен бір әнді тұп. Көңіл күйім түрленді, ойым дармақ, қоштасар сәт жүрекке салар салмақ. Жастайымнан балапандай болып кеткен, мектебімде тек қана атым қалмақ. Регілмес жасыл желек құм болмаса, тек қуаныш болмайды мұң болмаса. Мектебіме алғыс айтып тауыспаспын, айтайын мен бір әнді тым болмаса.
Бүгінгі кеш жүректерді тербейді, балалық шақ қайта айналып келмейді. Алғашқы ұстаз әліппені ұстатқан жүректерден ешқашан сөнбейді. Сөз аса құрметпен алғашқы ұстаз Ахметжанова Ардақ Тұрсынқызына беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар. Бүгінгі 2024-25 оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Енді оқушыларға келетін болсам, қымбатты оқушылар, бүгін сендердің алдарыңда бір керемет сондай бір күннің бірі. Алтын ұя мектептеріңмен қоштасқалы тұрсыңдар. Сендерге тілерім, ешқашан алдарыңнан шыққан қиындықта мойымаңдар. Алдарыңа қойған мақсаттарыңа нық басып, шыдамдылықпен, төзімділікпен төзе білсеңдер, алынбайтын асулар жоқ. Сол асулардың бәрінен аман есен өтіп, тек қана ата-ананың, алтын ұя мектептің, елдеріңнің мақтанышы болыңдар. Жолдарың ашық болсын, қадамдарыңа сәттілік тілеймін. Әрқайсыңның кішкентай күндерің көз алдымда, бәріңді ұмытпаймын, ақ жол тілеймін. Еліміздің мектепте әсем партада оқиды басқа балалар. Алғаш сезім білдірген мектеп бағында балауса сезім жаңғырған. Кетеміз, сен жалғыз тастап кетеміз, көздерінде жастық жас сезім. Бала кезімменді қош бол қадірлеген мектебім. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты бал дәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты бал дәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Қош бол мектеп. Ұстаздарды кеңесе біз ренжітсек те, көзінде мейір тұратып, енді ер жетті сыныпта жігіттер де шашынан тартпас қыздарды. Кетеміз, сен жалғыз тастап кетеміз, көздерімде жастық жан сезім. Бала кезім енді қош бол қадірлеген мектебім. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты бал дәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Енді қоңырау соғылмайды
сен. Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан атанадан баталады, ұрпағына айтсын деп ақ тілегін шақырайық ортаға атананы. Сөз кезегі 11-ші А сыныбының атаналары атынан Елемесова Айша Қуаныш қызына, 11-ші Ә сыныбының атаналары атынан Исаканова Айгерім Мергенбай қызына беріледі. Құрметті біздің жас түлектер, аяулы ұстаздар, ардақты ата-аналар, сіздерді бүгінгі ең әсерлі салтанатты соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Осы сәтте бәрімізде жүрек толқынысын айрықша сезініп тұрмыз. Өйткені біздер ата-аналар, ұлы қыздарымыздың ер жетіп, өмірге, болашаққа бастар қадамын, алғашқы қадамын бастап атқанына қуаныштымыз. Осыдан 11 жыл бұрын балаларымыз қасиетті білім ордасына алып ұшып, пәк көңілмен келген болса, міне бүгін қыран боп қанат қаққалы тұр. Балаларымыздың жүрек төрінде сонау жылдардан бергі білім нәрімен сусындатқан ұстаздарына деген айрықша құрметтері айрықша. Осы мына мектебіміздің басшылығына, мектеп директоры Дәулетов Ернар Қанатұлына, 11-ші А сынып жетекшісі Ақерке Нәбиеваға, барлық педагог кадрларымен бірлесіп, ұжымдасып, жұмылдыра еңбек еткен жалпы ұжымға ата-аналар алғысынан аса зор ризашылығымызды білдіреміз. Білімді бағындырар, ғылымға еңбек етер, зейінді шәкірттеріңіз көп болсын. Сондай шәкірттеріңіздің алғысына бөленіп, мерейлеріңіз арта берсін дегіміз келеді. Құрметті түлектер, санаулы күндерден соң жылдар бойғы білімдеріңіздің нәтижесін көрсететін күнде келіп жетпек. Ата-ана мен ұстаздарыңыздың үкілеген үміттерін ақтап, ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары нәтижеге жетуге тілекшіміз. Ең бастысы ақыл мен адамгершілік, өздеріңе деген сенімділік серіктерің болсын. Қай қиырда, қай бағытта жүрсеңіздер де, алтын ұя мектептерің мен ата-аналарыңыздың артына кір келтірмей, іздеріңе ерген кейінгі буынның мақтан етіп, үлгі тұтар абыройлы азаматтар атаныңыздар. Сіздерге мүмкіншілік өте көп, тек қана жолдарыңыз болсын деймін. Біз сіздерге сенеміз. Түлектер, тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, түлектер, ата-аналар. Бүгін бір өте ерекше тебірентер күн болып тұр. Осыдан 11 жыл бұрын бүлдіршіндерімізді қолымыздан жетектеп алып келген балаларымыз міне алдарымызда. Арман қуған, болашаққа нық басқан түлектер болып отыр. Осы күнге балаларымыздың аман есен жетуіне барша ұстаздарға алғысымыз шексіз. Берген тәрбиелеріңіз, төккен терлеріңіз осы біздің балаларымызға болашақта үлкен үміт жағады. Түлектерге тілерім, өмірлеріңде жақсылық болсын тек қана. Өз орындарың тауып тек биік шыңдардан көріндер. Алдағы ұбытыдан жақсы өтіп, алға қойған мақсаттарыңа жетіндер. Жолдарың ашық болсын, сәттілік сендерге.
Устаз лайық құрметке қабылда бұл әнді шәкіртіңнің алғысы деп айтқан жүректер бас иемін мәңгі ұстаз лайық құрметке қабылда бұл әнді шәкіртіңнің алғысы деп айтқан жүректер алғысы деп айтқан жүректер Мектеп вальсы, балалықтың көктемі, мектеп вальсы, жүректің лөп еткені, мектеп вальсы, есімізде сақталар, дөңгеленіп билегенің кештегі. Жақын дос, жақсы құрбың бәр осында, қанеки, би билеңдер ортасында. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Lost in the words that we speak. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me, and our love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you, right next to you, next to you, right next to you.
cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, pareil n'attend rien. Rien d'autour, rien de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle. Souvent il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout. Une rose à la main, non, non plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie arrête, arrête comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or si tu t'en fiches. Je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story, c'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie, love story. Құрметті мектептің түлектері, барасыздар өмірді гүл еткелі, әр жылы осы күні қимастықпен соғады ұстаздардың жүректері. Көңіл толқып жанады осы күні, түлектерім есте сақта мәңгі мұны. Еліміздің тірегі сендерсіңдер, алтын күннің таратылған сәуле нұры. Естілді, ұзақ күттің сен бұл күнді. Бірақ енді қоштаса алмай, сезімге енді
түрлі сезім сезініп не өтпеді басыңнан, енді қимастық өртеп көзіңе келді жасыңда. Соңғы қоңырау, соңғы вальс, балалық шақ енді қайта оралмас. Алда өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы вальс, балалық шақ енді қайта оралмас. Алда өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы вальс, алғашқы махаббат қайта оралмас. Алғашқы достарың қызық болса да, алғашқы ұстазың бәрі есінде қалады. Бүлдіршіндей өздеріңдей болғанбыз, құшақ ашқан алтын ұя ордамыз, сол бір сәттер енді қайта келер ме? Балалығымын, біз өзіңді қимаймыз. Алтын ұя мектебіммен аяулы, ұстаздарым өздеріңді қимаймыз. Қош бол енді балалығым, балдамым, біз өзіңді ғұмыр бойы аңсаймыз. Қоштасар уақыттың жеткеніме, сынаптай сағаттың өткеніме, сағынып жетермін мектеп саған, орманын аңсайды көк бөріде. Мен өзім берікпін әр сертіме, құрметпен ән айтып тек сіздерге, алғысымды айтамын өлеңіммен, мектебіммен. Қимай тұрмын, қимай тұрмын, өз-өзіме сыймай тұрмын. Тағы келем, қазағымның ризамын сыныптас достарыма, ашықтық тілеймін аспаныма. Жаратқан бергенше таудай талап, бармақтай бақ берсін бастарыңа. Қоштасқым келмейді мектебіммен, бақыттың талабы қатал әбден. Шығарып салыңдар түлектерді шапалақпен. Қимай тұрмын, қимай тұрмын, өз-өзіме сыймай тұрмын. Тағы келем, қазағымның әні менен.
қимай тұрмын, қимай тұрмын, өз-өзіме сыймай тұрмын. Тағы келем, тағы келем, қазағымның әлі менен кездескенше қайта айналып жүздескенше. Сыңғырла соңғы қоңырау, тілегің болсын түлекке, киелі үнін күш берсін үлпілдеп тұрған жүрекке. Соңғы қоңырау соғу салтанаты 11 сыныптың алтын белгіге үміткерлер, үздік оқушылар Абу Анеля мен Ағадиева Каусар және 1 сыныптың үздік оқушылары Умирбай Жоламан мен Нұржігітұлы Аңсарға беріледі. Мейірімнен шуақ шашылған ұстаздар саған аманат, шықтың күміс үніммен әндері саған аманат, ауадағы талдар мен гүлдер саған аманат, жазылған шимай шатпақ дәптерім енді саған аманат, бірде жеңіп жеңілген жеңістерім саған аманат. Сезімдермен өлеңдерім саған аманат, ұрым қылып сағатын ақ бантик саған аманат, үзілісте соғатын қоңырау саған аманат. Үлгілі тәртіп үздік оқу, ізбасарым саған аманат. Желбірейтін биікке алтын ұя туы аманат. Кір келтірмей атына биікке самғау бізге аманат. Қош бол алтын ұям деп айтамыз біз сізге сау саламат. Ұлықты ардақтар немі, алтын ұяқ босаға келі, қанат қаққан білем алу өзімен, күлі шәкір саған басын еді. Тәуелсіз Қазақстан мәңгелім, қуаныш құшағында бүгін жерім, бабалар аманатын ауар тартар, жас ұрпақ алдарында міне бүгін. Көгершіндей самғаңдар тілектерім, орындалсын өмірде тілектерің, үніменен соңғы естіген қоңыраудан дірілдеді-ау ерекше жүректерің. Бұл соңғы қоңырау үні, балалықпен қоштасу, үлкен өмірге қауышу үні, өмірде үлбіп тек көшпей, жүретін сергек жол мынау, құлақтың үнін кетпестей, сыңғырла соңғы қоңырау деп мектеп түлектерін жаңа өмір баспалдағына шығарып саламыз. Қоштасады алтын ұя мектебің, маңдайыңнан сипап өтер көкте күн, сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін. Дей келе, ұлттық бірыңғай тесті табысты тапсыруларыңызға тілектеспіз. Жаңа өмірлеріне ақ жол, сәт сапар тілейміз. Осымен 2024-2025 оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялай отырып,
жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жылында амандықпен жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін.